Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз квадрат теңістіктер жүйесі және жоғары дәрежелі теңістіктер қарастыратын боламыз. Енді квадрат теңістіктер дегеніміз алдыңғы сабақтарда квадрат теңдеуді теңдіктің орнында бізде теңістік белгісі болады. Бұның барлығын енді мысалмен әртүрлі мысалдар көрсету арқылы түсіндіретін боламын. Енді квадрат теңістікті шешу барысында ең бірінші бұл теңістің түбірлерін табу керек. Яғни x квадрат минус 5x минус 6 тең 0 деп теңдеуге келтіреміз де түбірін табамыз. x минус 6 1, x тең 6, x тең 2 минус 1. Түбірлерін тапқаннан кейін барып, осы теңістіктің жауабын табу үшін, шешімдер жиын аралығын табу үшін біз интервалдар әдісін пайдаланатын боламыз. Интервалды сан түзілімде саламыз да, минус 1, 6 бізде теңсізіміз қатаң болғандықтан боялмайды. Енді мынандай бір аралықтарға бөлеміз. Енді осы жерде бір 6 мен плюс шестік минус 1 мен 6 арасы және минус шестіктен минус 1-ге дейін 6-тан плюс шестікке. Осыны аралықтарға 3 аралыққа бөлінді. Осы жағдайда аралықта таңба тұрақты аралықтан таңбаларын анықтайтын боламыз. 6-тан плюс 6-тің арасында 100 деген санды апарып қоятын болсақ, 100-дің квадраты минус 5 көбейтілген 100 азайту 6, яғни мұнда 100-дің квадратынан 10 мың шығады да, бәрібірде бұл жақта 0-ден үлкен сан шығады. Бізге мына өрнектің мәні, мысалы 100 деген сан қойған кезде өрнектің мәні қанша шыққанын таңбасын анықтасақ болды, қандай сан шығатын маңызды емес. Мысалы мына жақта плюс шығады, екінші минус плюс болады. Мінекей чередовать етеді. Болды, плюс болса минус плюс, минус болса минус плюс минус дегенде. Енді бізде 0-ден үлкен жағы дегеніміз, бізде ол плюс аралықтар, 0-ден үлкен деген мінекей плюс аралықтарды бояйтын боламыз. Сонда жауап бізде минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, 6-дан плюс шексіздікке дейін. Ал тура осы мысалда енді кіші не тең 0 болған жағдайда, яғни бұның түбірлерін тауып қойдық уже біз. 6-да минус 1 болды ғой. Енді осы сан түзімді салған кезде минус 1-де міне боялады уже бізде, қатаң емес. 6 100 қойған кезде плюс минус плюс болады. Енді 0-ден кіші деп бір 0-ден кіші аралық десе, мына минус аралығын бояп қоямыз. Осы бізде шешімдер жиыны болады. Сонда жауабы минус 1-де 6. Келесі бізде мынауды мысал алсақ, x квадрат минус 2x плюс 3. Бұнда бірінші теңдеуге келтіріп, түбірлерін анықтаймыз. x мысалы жіктелмейді. Соны дискриминант тауып көрейік. 4 азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейту 3 тең 4 көбейтілген минус 12 тең минус 8. Яғни дискриминант 0-ден кіші болып қалды. Бұл жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда дискриминант 0-ден кіші болса, түбірлері анықталмайды деген сөз ғой. Түбірлері жоқ деген сөз. Түбірлері жоқ. Сол кезде мына x-ның орнына кез келген бір санды алып қоямыз. Кез келген бір сан. Мысалы мен x-ның орнына 0 деген санды қоятын болсам, 3 0-ден үлкен. Теңсіздігім орындалды ма? Орындалды. Значит, бұл не деген сөз? Минус шексіздіктен плюс шексіздік деген білдіреді. Жауабы орындалса. Ал мына жағдай мысалы x квадрат минус 2x плюс 3 кіші 0-ден болды. Дискриминант 0-ден санды қоямыз, кез келген бір сан. Бұл жағдайда дискриминант 0-ден кіші. Кез мысалы 0, 0, 3 кіші 0-ден дейді. 3 0-ден кішіне тең бола алмайды ғой. Сол себепті бұл теңсіздіктің шешімі жоқ. X-ның орнына апарып 0, 1 өзіңіз қалаған бір сан табар қоясыз. Егер осындай дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда ғана. Не минус шексізден плюс шексіздік болады жауабы, немесе шешімі болмайды. Келесі жағдай. Бізде x 2 месек, x1 тең 2, x2 тең 2. Мына қараңыздар. Осындай жағдайда бізде мына 2 түбір бірдей болып қалса, x тең 2. Мынау 2 штук деген сөз, мына квадрат деген сөз емес. Бұл мына 2-ден түбірлер саны 2-ге бірдей деген сөз. Осында 2-ден 2 түбір бар деген сөз. Енді мен сан түзімде 2 деп жаза алмаймын ғой. Сол себепті біз
Бұда былай жасаймыз. 2 деп біреу жазамыз да. Бұнда еселі түбір деп аталады бұл. Мысалы, екеуі бірдей оқпаса, еселі түбір болады. Егер x тең 2, x тең 2, x тең 2 болса, үшеу болып кетсе, онда еселі түбір болмайды. Ал екеу болу керек. Екеу немесе төртеу немесе алтау болса, олар еселі түбір деп аталады. Яғни осында еселі түбірлердің екі шетіндегі таңбалары бірдей болады. Мысалы, 100 деген санды апарып қоятын болсақ, мына оң сан шығады, плюс, мынау еселі түбір болғаннан кейін, еселі деп жазып қояйық, еселі болғаннан кейін, плюс, мына жағында плюс болады. 0-ден үлкен дегендіктен, мына. Сонда жауап бізде минус шексіздіктен 2-ге дейін, 2-ден плюс x-ке дейін. Мұнда да бізде x тең 2 еселі түбір болған кез кіші болған жағдайда, 2 деген плюс шықты ғой. Кіші болған жағдайда, мысалы бізде теріс аралық жоқ. Онда бұл жағдайдың бізде шешімі жоқ деген сөз. Енді мұны жағдайда тоже бір үлкеніне тең болған жағдайын қарастырайық. X тең 2 бізде есел болған кезде, мысалы, үлкеніне тең 2 болады да, плюс бізде үлкен деп тұр. Өнекей. Әрі мұна 2 деген санымыз мұна теңістің шешімі бола алады. Сол себепті бұның жауабы минус шексіздіктен плюс x-ке дейін кез келген сан қойсақ болады. Тең 2 еселі түбір болған кезде, кіші болған жағдайда. Плюс бізде минус аралық жоқ қой. Бірақ 2 деген менде боялғандықтан ол шешімге кіреді. Бұл жағдайда шешімі жауабы бізде x тең 2 болады. Жалғыз жауап. Мінекей. Теңістіктің жалғыз шешімі болады. Келесі, енді жоғары дәрежелер теңістер шешек. Көбешке жіктеліп тұрған жағдайда ең алдымен біз түбірлерін табамыз. Бірінші жағдайда x тең минус 2, x тең 0, x тең 1, x тең 2. Түбірлері. Жеке 0-ге теңестірсек. Енді сан сөзін салатын болсақ, бірінші минус 2, одан кейін 0, 1, 2. Аралықтар белгілейміз. Енді 2-ден плюс x-тің арасында 100 деген санды алатын болсақ, 100 қойсаң плюс, 100 қойсаң плюс, яғни барын көбейтсе оң сан деген сөз плюс, минус, плюс. Егер еселі түбір жоқ болса, онда плюс, минус, чередовать етеді. Бір жағын тапсаңыз болды, ағары уже қарама таңбамен қоя бересіздер. Яғни бірінші плюс болса, екіншісі минус деп. Бізге не деп тұр? 0-ден кіші аралық деп тұр. Сол себепті минус аралықтарын бояп қояйық. Шешім аралығы осы болады. Біздің текстіміз шешімі. Ол минус 2-ден 0-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін. Кез келген санды апарып теңестің x-ін орнына қоятын болсақ, біздің текстіміз орынды болады. Келесі мысалда 2x плюс 1 тең 0, x тең минус 2-ден 1, немесе минус 0,5 десек болады. 3 минус x тең 0, x тең 3, x минус 6 тең 0, x тең 6. Яғни көбіске жіктеліп тұрған кезде осылай жеке-жеке 0-ге теңестіріп түбірлерін тауып аламыз. Ал апарамыз да орнына қоямыз енді. Бізде қатаң емес екен, минус 0,5, одан кейін 3, одан кейін 6. 100 деген санды апарып қойсақ, мұнда плюс болады, 100 апарып қойсақ минус шығады, 100 апарып қойсақ плюс. Яғни плюсті минус, неғадан общий көбейтіндісі менде минус шығады. Сол себептен минус, плюс. Енді бізге айтылған кіші жағы деген. Сол себепті минус аралықтарын бояп қоямыз. Минус 0,5-тен 3-ге дейін, 6-дан плюс x-ге дейін. Келесі, мынандай дәрежелер жоғары дәрежелі болып келген кезде, мұна жазу нені білдіреді, мұна жазу. Яғни, қазір кезде мұна x тең минус 3 бір түбір, x тең 2 бөлінген 3, яғни x тең 3-тен 2 деген түбірде менде 5 деген сөз. 5. Мұнда x тең 7 деген түбірден менде 3 деген сөз. Мұнда x тең 5x плюс 8 тең 0, x тең минус 8 бөлінген 5. Минус 8 бөлінген 5-тен менде
екеу деген сөз бүйтіп шығарып қояйық. Яғни осы 2 штук. Жұп сан болды ғой, 2 болды. Значит, бұл бізде еселі түбір деген сөз. Осы түбірдің екі жағындағы таңба бірдей болады. Минус, бірінші минус 3. Қатаң екен теңестіміз. Одан кейін минус 8 бөлінген 5. Одан соң 3-тен 2 7. Жүз деген санды апарып қояйық орнына. Мына жақта 100 қойсақ бізде плюс шығады, 100 қойсақ плюс шығады, 100 қоятын болсақ минус 97-дің кубы бәрібір яқын теріс сан шығады, онда оң сан шығады. Енді осы төртеуін көбейтінсе бізде теріс санды береді. Әзбенісі минус, еселдеп мына жаққа белгі қойып қояйық, есел екен. Плюс, минус, минус, міне еселі түбірдің екі жағында таңба бірдей болады, минус, минус, мұнда плюс болады уже еселіміз. Енді бізге айтылған кіші жағы деген, сол себепті міне кіші жағы. Жауабы минус 3-тен минус 8 бөлінген 5-ке дейін. Минус 8 бөлінген 5-тен 2 бөлінген 3-ке дейін. И 7-тен плюс шексіздікке дейін. Шешіміміз. Келесі мысалда, тура алдың мысалға ұқсас. Мұнда x тең 1, яғни 3-еу. X тең 2, 2-еу. Бұл бізде еселі түбір. X тең 3 бізде 5-еу. X тең 4. Апарып сан түрінде салсақ, жеткілікті бізде ең кішісі 1. 3-еу етін. Еселі болмайды. 2 бізде еселі түбір. 3 и 4. Аралықтарын белгілейміз. Енді 100 қойсақ плюс, 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 плюс шығады. 100 қоятын болсақ, 100 яғында бізде плюс, минус, плюс, плюс, минус болды. Сонда бізде кіші аралық десе, мінекей, кіші аралықтар. 0-ден кіші аралық. 0-ден кіші ғой біздің теңізіміз. Сонда жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейін и 3-тен плюс 3-тен 4-ке дейін. Енді қараймыз. Бізде мұнау қатаң емес болған жағдайда мұна боялған нүктенің барлығы бізде шешім бола алады осы теңсіздіктің. Сол себепті тағы да қосымша мұна жалғыз 2 деген жауапта шешіп болады. Ал егер мұна қатаң болған жағдай 2-ні алмайтын едік. Келесі мысал, бізде біріншісіне x квадрат минус 3x қосылған 2 тең 0, x минус 2 минус 1, x тең 2, x тең 1, x куб минус 3x квадрат тең 0, x квадрат шығарып жүрсек x минус 3 тең 0, x квадрат тең 0, x тең 0, бұл бізде еселі түбір, екен квадраттан. X тең 3. 4 минус x квадрат тең 0. X квадрат тең 4. X тең 2. X тең минус 2. 2 түбір шығады. Енді қараймыз. Бізде мына жақта 1, 2 бар. Және 2, 2 бар. Сонда бізде 2 дегеніміз еселі. X тең 2 еселі түбір. Сонда бізде 2 еселі түбір 0 бар, және 2 деген. Сонда түбірлер біз не болды бізде? 1, 2, 0, 3, минус 2. Минус 2-ден бастайық. Ең кішісі минус 2. Одан бар бізде 0. 0 менде еселі түбір жазып қоямыз. Одан бар 0-ден кейін бар 1. 1-ден кейін 2, 2-ден кейін 3. 2 деген тоже менде еселі түбір екен. Жүз деген санды қоямыз, яғни 3 пен плюс арасында бір 100 деген санды аламыз да қоямыз. 100-ді қоятын болсақ, мұнда плюс, 100-ді қойсақ плюс, 100-ді қойсақ, менде минус шығады. Яғни көбейтінсе минусты береді. Минус, плюс, плюс, яғни тесек, мына жағында минус, минус, мұнда плюс. Мінекей еселі түбірдің екі жағында таңбалары бірдей.
міне енді плюс деген мына еселі болмағаннан екінші жағында минус болады жерде, ал 0 еселі болғандықтан мына минус болса екінші жағында бізде минус болады деген сөз. Енді бізге айтылған кіші жағы деген сол себепті кіші жағын бояп қоямыз. Мінекей 0-ден кіші минус аралықтарын бояп қойдық. Мына аралық. Сонда бізде мына 0 өзі шешімге кіргендіктен минус 2-ден 1-ге дейін деп жазып кетеміз бірден. Не себеп еткен біздің теңсіздігіміз қатаң емес. Сол себепті 0-дің өзі де жауапқа кіреді. Минус 2 мен бір нәрсенің 0 деген сан бар. 3-ден плюс x-ге дейін. Қосымша мына 2 деген бізде жауап ретінде алғандықтан 2-де бізде шешім болады қатаң емес теңсіздік үшін. Келесі мысал. Мұнда x тең 3 бізде 2 бұл бізде еселі түбір. X тең 2, x тең минус 2 шығады мұнады бірден. X квадрат минус 9-дан x тең 3, x тең минус 3 шығады. X куб плюс 8-ден x куб плюс 8 тең 0 дейсіңіздер. X куб тең минус 8, x тең минус 2 шығады. Енді мені қараңыздар, мұны минус 2 мен минус 2 уже екі түбір бар. 2 болып кетті, значит, менде минус 2 еселі деген сөз. X тең минус 6 ол 4. Значит, ол менде еселі. Мына минус 2-де тоже 2. Мына 2. 2-ден 2 деген сөз. Бұл да еселі деген сөз. Барып едім сан түзуінде салайық. Ең кішісі бізде минус 6. Қатаң емес екен. Минус 6 ол менде еселі. Минус 6-дан кейін менде минус 3. Минус 3 жоқ еселі емес екен. Минус 3 деген минус 2. Осы минус 2 менде еселі. Минус 2 менде еселі. Минус 2 деген бар бізде 2 және 3. Таңба тұрақты аралықтарын анықтайық, болды. Сонымен біздің шешіміміз шығады қазір. 100 апарып қойық. 100 қойсақ плюс шығады, плюс шығады, плюс шығады, плюс, яғни бәрі плюс екен, көбейтіндісі плюс болады, минус, плюс есел болды, минус болды. Енді бізде 0-ден үлкен аралық дегендіктен, мінеке 0-ден үлкен аралықтар бояймыз. Сонда біздің жауабымыз минус 3-ден, мұны қатаң кіріп тұрғандықтан, жауаптың өзі түбірі шешім болғандықтан, түбірлердің өзі де қатаң естеңкте шешім болады. Сол себеп мына өзі кіріп тұрғандықтан, мұны аралықты толығымен бірдей жазсақ болады. Минус 3 пен 2-нің арасы 3-ден плюс x-ге дейін. Қосымша тағы нені ұмытып кеттік? Мұндағы 6 деген ол түбір. Ол значит түбір болса, значит ол бізде қатаң естеңкте ол шешім бола алады. Минус 6. Келесі мысалымыз. Мұнда қараңыздар, бізде мұна теңсіздіктің екі жағында тұр. Бұл жағдайда қысқартып жіберуге болмайды. Қысқартып жіберсек, біздің теңсіздігіміз қате шығып кетеді. Сол себепті бұны көбейше жікте жібереміз. Яғни теңсіздігін сол жағынан шығарамыз. X квадрат минус 1-дің кубы 3x квадрат плюс 1 минус 3x квадрат x квадрат минус 1-дің кубы 6 минус 3x минус 5x квадрат. Кішіне тең 0, мінекей. Ең бірінші осы түрге келтіріп, қазір ықшамдап алуымыз керек. X квадрат минус 1-ді кубын жақсын сыртына жазсақ 3x квадрат плюс 1 азайтылған 6 минус 3x минус 5x квадрат. Кішіне тең 0. Ағырай x квадрат минус 1-дің кубы 3x квадрат қосылған 1, азайтылған 6, қосылған 3x, қосылған 5x квадрат. Кішіне тең 0. x квадрат минус 1-дің кубы. Мұнда бізде 8x квадрат, қосылған 3x, азайтылған 5 шығады екен. Енді ары қарай түбірлерін тауып,
теңестіру ғана қалды. Мысалы x квадрат минус 1 тең 0 болса, мысалы кубымен 0 деген өзінде кубтан бәрібірде бізде x квадрат минус 1 шығады. X тең плюс минус 1 болады. Енді мұнда бізде 8x квадрат плюс 3x минус 5 тең 0 болмаса 8x 1 x болады. Минус 5 1 дейтін болсақ, мысалы минус 5x плюс 8x бізде 3x беріп тұр. Сонда x тең 5 бөлінген 8 x2 тең минус 1 міне. Мұнда минус 1 бар, мұнда да минус 1 бар, значит менде x тең минус 1 деген еселі түбір деген сөз, оны екеу деген сөз, 2 штук. Ал енді апарып интервалдар әдісін пайдаланып, интервалға салатын болсақ, ең кішісі менде минус 1 екен. Минус 1, одан кейін барып бізде 8-ден 5, одан кейін барып 1. Минус 1 дегеніміз бізде еселі деп айтқан болатынбыз. 100 деген санды апарып қоятын болсақ, және қойған кезде, мысалы 100 деген санды қайда апарамыз? Бастапқыға емес. Сіздер уже бұны түрлендіріп, міне ыңғайлы түрге алып келдіңіздер. Кейінгісіне қоясыздар уже міне. Осыған қоямыз, міне. Осыған қоямыз. 100 деген санды осыған қоямыз. Соңында сіз теңсіздікті көбешке жіктеп, әдемі түрге келтіріп қойдыңыз ғой, осындай түрге 0-де, оң жағын 0-ге теңестіріп. Осындай түрге келген кезде апарып қоямыз. 100-ді қоямыз, мұнда 100 қойсаңыз плюс болады, мұнда 100 қойсаңыз плюс болады, сол кезде плюс болады, минус, плюс дейді. Бізде шешім аралығы 0-ден кіші болу керек. Мінекей 0-ден кіші. Аралықты боямыз. Жауабы сонда 8-ден 5-ден 1-ге дейін. Енді не ұмыттық? Минус 1-ді жазды ұмыттық. Өйткені неге? Ол бізде тоже шешімі бола алады. Қатаң емес теңестік болғандықтан. Мұндай жағдайда бізде жаңағы мысалдардың барлығында көбешке жіктеліп тұрған екен. Ал енді көбешке жіктелмеген тұрған болса, бұны біз көбешке жіктеп алуымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Бұл жағдайда x квадрат плюс x-ін 4 плюс x минус 2 минус 3x куб плюс 3x десек. Шанда бұны көбешке жіктеуіміз керек. Енді бізде x 4 плюс x минус 2 дегеніміз көбешке жіктегенде былай жіктеледі x 4 дәрежесін x квадрат мынау 2 мен минус 1 дейтін болсақ, яғни 2x квадрат минус x квадрат шығады. Сонда біз 4 дәрежесін x квадрат плюс 2 x квадрат минус 1 деп жіктесек болады екен. Минус 3x шығаратын болсам, x минус x квадрат минус 1. Үлкен тең 0. Ары қарай енді x квадрат минус 1 шығарып жіберсек, x квадрат плюс 2 минус 3x үлкен тең 0. Енді жеке түбірлерін табамыз. X квадрат минус 1, x квадрат минус 3x плюс 2 үлкен тең 0. Сонда x тең плюс минус 1 шығады бірінші шақшадан, екінші шақшадан x 2 мен 1 минус. Сонда x1 тең 2, 2 тең 1. Яғни міне бірлер, міне біреу бар, мынаяқта да біреу бар, значит 1 деген еселі түбір. Минус 1 жазылады бірінші. Одан бар 1 жазылады, одан бар 2. Яғни бізде 1 дегеніміз еселі дедік. Еселі түбірін екі жағын таңбасы бірдей. 100 деген санды қойық. Жіктеп қойғаннан кейін 100 қойсақ плюс, минус, плюс болады. Бізге 0-ден үлкен жағы керек, 0-ден үлкен жағы. Сол себептен 0-ден үлкен жақ деген сонда плюс аралықтарды бояйтын боламыз. Жауап сонда минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, 2-ден плюс 6-ге дейін, 1 деген жауап болады. Келесі енді бізде теңестер жүйесіне келетін болсақ, квадрат теңестер жүйесінде бастапқы теңестер қарапайым сызық теңестерге сияқты жеке әрқайсысын шешеміз. Мысалы, бірінші мынаны шешем, екінші мынаны шешемде ортақ қиылысу аралығын табым, сол бізде осы теңестер жүйесінің шешімі болады. Енді 3x квадрат минус 7x плюс 4 тең 0 бірінші түбірлерін тауып алайық.
3x, x бізде мына 4 пен 1 дейік, минус болсын. Сол кезде минус 4x, минус 3x, қосымсы минус 7x береді. Сонда x1 тең 4 бөлінген 3, x2 тең 1-ге. Төбелер табылды. Екінші, x квадрат минус 4 тең 0. x тең плюс минус 2. Екеуінде саламыз. Минус 1. Бірінші теңістіктің шешімдері аралығы. И 3-тен 4. Мінекей. 100 қоятын болсақ, бізде плюс шығады. Плюс, минус, плюс алмаған. 0-ден кіші аралығы керек. Енді екіншісінде минус 2 мен плюс 2. 100 қойсақ плюс, минус, плюс. Мінекей. Бізде ортақ шешім аралығы. Міне. Жауабы сонда қиылысқан жері 1-ден 3-тен 4-ке дейін екен. Мінекей. Есіңізде болсын, мысалы, кезген санды түзуінде бет салған кезде, мысалы, мынақта 1 мен, мысалы, 3-тен 4 салдыңыз ғой, астына 2 мен, минус 2 мен 2 деуге болмайды. Сол кезде сіздер қателесіп қаласыз. Өйткені 1-дің астында 1 орналасады, 1-дің сол жағында орналасады минус 2. Осы жерде қателік жібермеңіздер. Мұндай уже көбіске жіктеліп тұр екен, бірақ бізде 3 теңсіз болып тұр. Осыларды қалай шешеміз? Бірінші жағдай әрқайсымыз төбелерін табайық. Біріншісінде x тең 2, x тең минус 3-тен 1, x тең 3, x тең 1. Еселі. Өйткені бізде квадрат болып тұр. Квадрат деген сөз, ол еселі деген сөз. Куб, мысалы, тақ дәрежелі болса, ол бізде қарапайым әшейін еселі түбір бола алмайды. Еселі түбір болу үшін бізде жұп дәрежелі болу керек. 2 болу керек түбір, 3 болу керек, 4 болу керек, 6 болу керек деген сияқты. Екіншісінде, екінші теңсіздікте бізде x тең 4 бөлінген 3 ол 1/3-тен 1 деген сөз, x тең 4. Келесіде x тең 0, x тең минус 1, x тең 5. Енді әрқайсын жеке сан түзін салып, әрқайсын саламыз. Бірінші минус 3-тен 1. Минус 3-тен 1. Одан кейін бізде 1, одан кейін 2, одан кейін 3. Бірінші теңістің шешімдері аралығын жазып қояйық. 1 деген бізде еселі етінші. 100 қойсақ, мұнда минус шығады, 100 қойсақ плюс шығады, мұнда плюс шығады. Неге? Өйткені бізде сыртында квадрат. Сонда көбейтсе өше минус болады. Минус, плюс, минус, плюс болады. Бізге 0-ден үлкен жағы керек. Келесі ажанда x екіншісін салайық. 1/3-тен 1, 1/3-тен 1 деген мұны аралықта орналасқан. Одан кейін 4 дейді. 4 деген, значит, бізде мұны 3-тен кейін орналасқан 4. Осы 4-тің арасы. 100 қойсақ, плюс, минус, плюс. Бізде кіші жағы керек. Мінекей, келесі бізде 0, минус 1, 5. Минус 1, мұнда минус 1, 0, және 5. Жүз қоятын болсақ, плюс шығады, сонда плюс, минус, минус. Бізге 0-ден кіші аралық керек. Енді осы жерден қарайтын болсақ, бізге осы 3 теңсіздіктің қиылысқан жерін табуымыз керек. Мысалы, мұна 2 теңсіздік бір жақ қиылысқан, бірақ үшінші екінші теңсіздікпен қиылыспаған. Бізде үшеуі де бірдей қиылысқан жер, ол мұна аралық. Сонда жауабы бізде 2-ден 3-ке дейін аралықта. Енді бұл мысалда мен сіздерге теңсіздікті мысалы шеше алмаған кезде тесттік әдісін көрсетемін.
қалай теңсіздікті шешпей жауап арқылы анықтауға болады. Бұған ең алдымен мына теңсіздік таңбасына қарайық. Бізде теңсіздіктер қатаң болғандықтан оның жақшалары жай болады. Мысалы, мына екі жауап уже автоматом кірмейді. Өйткені бізде жақшалары тік. Келесі, не мына жауап, не мына жауап, немесе шешімі жоқ. Ол үшін мына кезге мысалы мына аралықта -x-тен 1-дің аралығында 0 деген санды алайық. 0 деген сан бар. Ал мұнда аралықтар арасында 0 деген сан жоқ. Енді 0-ді апарып қоятын болсақ, мына x-ні 0 қоятын болсақ, 0 плюс 0 минус 4 үлкен 0-ден, яғни минус 4 0-ден үлкен дейді. Ол дұрыс па бізде? Ол дұрыс емес. Сол себепті мына А жауабы қанағаттандырмайды. Енді Б жауабын қарайтын болсақ, Б жауабы 0 жоқ. Енді кез келген бір мысалдар құрайық. Арасынан бір сан минус 5-ті алып көретін болсақ, 6 көбейтілген минус 7 қосылған 4 көбейтілген минус 5 плюс 1 кіші 7 тексереміз. Минус 42 минус 4 минус 16 кіші 7. Яғни теріс сан, ол саннан кіші, яғни дұрыс. Егер мына минус 5 қоятын болсақ, 25 минус 15 минус 4 үлкен 0-ден, яғни 25 үлкен. Дұрыс, яғни бізде шешім аралығы С деген жауап болады екен. Егер осы мысалы сандар қойған, арасына сандар қойғанның өзінде де сізде егер дұрыс жауап шықпай қалса, онда бізде В жауабы болады. Бұны да шешіп көрсете салайын. 6x минус 12 плюс 4x қосылған 4 кіші 7, бұны шеше салсақ жеңіл болады. 10x кіші минус 8 ағыра қосатын болсақ 15 болады екен. Кіші 15 бөлінген 10, ол деген 1,2-ден 1 деген сөз. Екінші теңсіздікте x квадрат плюс 3x минус 4 тең 0 деп x 4-те минус 1, x тең минус 4, x тең 1. Енді шешейік екеуін жеке-жеке 1,2 дегеніміз мына жер болсын. 1,2-ден 1, жоқ, бой алмайды екен. Үлкен, кіші жағы кетеді, кіші жағы. Мінекей. Ал екіншісінде бізде минус 4-те 1. 100 қойсақ плюс, минус, плюс бізге оң жағы керек. Мінекей. Сол себепті аралық, мына аралық және мына аралық. Енді бізде бұл В жауабы болады екен. Рахмет, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта